Саламатсыздар ма? Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сендермен математика сабағын өтеміз. Алдымен өзімізге әдемі етіп тақпағымызды айтып бастайық, иә? Ал қане, бәріміз. Айналайын сұлулықты шашайық, сәттілікті күлімсіреп, біз сабақты бастайық. Отыра байтар. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы айттыңдар сабақты. Бүгінгі біздің сабағымыз балалар теңдік пен теңсіздік деп аталады. Және бүгінгі сабақта сен не үйренесің балалар? Сан мен өрнекті, екі өрнекті салыстыруды үйренеді екенсің. Бұрын біз балалар сендермен санды өрнек, әріпті өрнек деген сабақты өткен жолы өткенбіз, иә? Бүгін соны қайталай отырып, ары жаңа сабаққа көшеміз. Бүгін біз сендермен не саяхат жасаймыз? Қазақша көйлектер, қазақтың ұлттық киімдері арқылы ары қарай есептерге саяхат жасаймыз. Түсінікті ма? Өте жақсы. Ал енді жарайсыңдар. Өткен сабақта біз әріпті өрнек және санды өрнекті өттік. Қазір мына жердегі тұрған өрнектерді біз осы екі сандыршаға орналастыруымыз керекпіз. Әріпті өрнектер, санды өрнектер. Қайсысын қалай аласыңдар, солай сандыршаға өз орнына қойыларын керексіңдер. Түсінікті ма? Ал қане, екі партадан қарай келе қойыңдар. Кезек. Сандыршаға іле қойыңдар. Келесі, келе қой. Жақсы, келесі. Келген өрнекті алып, келе қойыңдар. Жақсы. Кезгелген алайық. Келесі, екеуін алайық. Жарайсыңдар. Қайсыған қоямыз. Өте жақсы. Өте жақсы. Келе қойыңдар. Ариндар. Қане? Жарайсың. Жақсы. Келе қойыңдар. Айлына. Өте жақсы. Балдар. Келе қойыңдар. Қайсаны тұрым? Иә, санды өрлеп, өте жақсы, балдар, керемет, иә, өте жақсы, керемет орындаңыздар. Ал енді балдар, мына жерде қай өрнектің мәнін таба аламыз? Санды. Өте жақсы, санды өрнектің мәнін таба аламыз. Мысалға, бір санды өрнектің мәнін табайықшы. Арина? Өрнекті оқи қой. 30. Өте жақсы, жарайсың. Ал енді әріп өрнектің мәнін табайық, бұның мәнін таба аламыз ба? Шақмардан. 70. Бұның қосындысы, иә? Қосындысы деп оқиды. Өте жақсы. Ал енді әріпті өрнектің мәнін қай кезде таба аламыз? Иә, жақсы. Егер әріптің мәні белгілі болған жағдайда ғана біз әріпті өрнектің мәнін таба алады екенбіз, иә? Өте жақсы. Бүгін балдар біз сендермен ары қарай осы санды өрнекпен әріпті өрнектерді қолдана отырып жаңа сабаққа кірісеміз. Түсінікті ме? Бұл өрнектер бізге керек екен. Ал жақсы балдар. Мына таңбалар қараңдаршы балдар. Бұл таңбалар сендерге таныс ба? Иә. Ал қандай таңба? Артық, кем. Өте жақсы. Бір, кем, үшке. Келесі санды салыстыра қояйық. Айла. 8 артық 1-ден. Өте жақсы. Жарайсың. Ал келесі санды салыстыра қояйық. Абдулғани. 9 артық 1-ден. Өте жақсы. Яғни артық кем таңбаларын біз қолдануды біледі екенбіз балдар. Ал енді біз бүгінгі сабақта енді ары сол таңбаларды балдар сан мен өрнекті, өрнек пен өрнекті салыстыруда пайдаланатын боламыз. Және олар қалай аталады? Сол ұғыммен танысатын боламыз. Жақсы. Ары қарай келесі сабаққа өткізейік, иә? Қарап отырамыз жақсы. Мына жақта бүгін біз сендермен бағана айттық, қазақша көйлектермен қазақы ұлттық киімдерімізбен саяхатқа шығамыз деді. Ал ендеше қарайық. Мына жақтағы қанша көк көйлек? Екі көк көйлек пен бір сары көйлек. Астына қараңдар. Екі көк көйлекке бір сары көйлекті қостық. Енді екінші жағына қарайық. Бір көк көйлек пен екі сары көйлек. Ал енді біз екі жақтағы өрнекті қосып көрейікші. Екіге бірді қоссам, 3 болады. Бірге екіні қоссам да 3 болады. Яғни өрнектің екі жағы да теңдей. Осы жерде қандай біздің бұрынғы өткен ережеміз еске түседі? Орны ауыстырып. Аяғы қайтады. Қосылғыштардың орны ауысқанымен бәрібірде мәні ауыспайды. Өзгермейді. Өте жақсы, иә? Бұрынғы ереже бойынша. Ал енді қараңыздар, бұл екі өрнектің екі жағы тең болғандықтан біз ортасына не қойдық? Тең белгісін қойдық. Ендеше бұл өрнек бізде теңдік деп аталады. Ортасына тең қойылса, бұл өрнек не деп аталады? Теңдік деп аталады. Бұл жаңағы теңдік. Ал енді ендеше бұл тең бе екі жағы? Ендеше тең емес болса, біз бұл өрнекті теңсіздік деп атаймыз.
Ne deb ataymiz? Tengsizlik. Tengsizlik bo'lishi qanday tangbalar qo'llaniladi? Keyin tangbalari qo'llaniladi ekan. Tushundikmi? O'ta yaxshi. Ana biz endi o'zini topshirmalarda qo'llaniladi bo'lamiz, ya. Aldi men endi mana erejiga qarang. Bu erejini esga saqlanib oldim. Standartni solishtiruvda, mana biz standartni solishtiruvda, solishtirish uchun ularning sandiq kesimidagi o'rinlarini solishtiruv qanchalik? Mana shunday sandiq kesimidagi u qanchalik o'rnatiladi standart? O'ng jaqdan o'rnatilgani ilk san bo'ladi. Mana san samlesizki, sayin standartda bo'shyapti. Misali, 5 bilan 6 ni solishtirib ko'rsak, uning o'ng jaqdagi oldi, артық bo'ladi ekan. 8 bilan 10 ni solishtirib bo'lsa, bu ya'ni o'ng jaqdagi артық bo'ladi. Al endi bunga qaranglar. 7 o'rnakda solishtiruv uchun ularning ma'nini topib, chiqqan sanlarni solishtiruv qancha ekan? Janobi ereji tushungan ereji bo'yicha esda saqlaymiz. O'ta yaxshi tushunib bo'lsa, bizga kelasi biz hozir bo'lsa erejini biz har topshirmalarda qo'llanib boramiz. Al men daftarimizga arashib, bugungi kunni yozib qo'yay. Navruzdan o'tishi, sinf jumlasi. Nima? Bizning maqolaga Jamil Singirning munosabatida 3 kelin nima turmaydi deb, nima turmaydi? Istemga bormi? 3 atadimiz va 7 atamiz. 3 bi, ya'ni 3 bi turib ketdimizda bular. 3 100 o'g'il 100. Bular 100, 100 ketdimizda qaysi ketdi? 3 vaziyat, 3 aziz, 3 jamoatlik, 3 yaxshilik degan narsaga bizga 3 sabab baylanadi. O'zi ko'p aytadi, uni kelsa faqat. Bizga taqsimada ne aytadi ekan? Qarang, bizga nanday suratlar bo'yicha tengliklar men tengsizlik deb farqlab ekan. Biz janavi na o'tda kiyimda men qo'shib o'tirib, senga men kiyimda, jani tengsizlik deb, san men sanda, o'rnak men sanda, o'rnak solishtirib, biz farqlab kerak degan narsalarga qarab o'tirib. Al endi, emas men biz sanda qizlarning suratini solishtirib qo'ydik, ya. Üstüne niye ko'ydik? Qizlarning 2 ko'ylagi, aslida 1 ko'ylagi. O'zini mana shu 2 kiyimdan qaysini jasolamiz? Birinchi jasolamiz, ya. Endi shundan kattaning qo'shib jazol o'tiraylik. Ayni bilavoy birinchisi. Bilavoy. Qizlarning 2 ko'ylagi men 1 ko'ylagini solishtiramiz. Bilavoy. Darmiz, mana janabi 3 tani jazol, aslida 1 ko'ylak tashlab, agida men qo'shib jazol o'tiramiz. Mana janabi 1 ko'ylak tashlaymiz, ya. Qizlarning ustida necha ko'ylagi bor? 2 sari ko'ylagi bor. Jani aslida 1 jazol ko'ylagi bor. Bir to'rt tashladi, qasna jazovoy, bir to'rt tashladi, qasna bir deb jazovoy. Endi ikkovini solishtirib qo'yib, mana o'rnak bo'yicha, uyda jasab o'tirib, qani, barimiz jasab. Jasab. Kelasi, endi mana qarab o'tirib, biz qanday sonda o'ylashtirib olamiz, mana shunday suratga qarab o'tirib. Qanday bolalar? Endi ularga jasab solishtirib, endi ularga solishtirib. Aytona. Ularga kiyimi necha ustundagi? Mana shunday 3 to'rt tashlab oldi. Albatta 3 to'rt tashlab o'tirib, kelasiga jasamiz, ya. Ularga yiyu. Aslında ne şey? Aslında ularga ne şey? Gördüğü ya. Teknik şunu bakın. Gidiyor salsırabay. Göreceksin. Jaraysan. Al endi kelesi ballar. Nasıl sürekli üstünde sürekli var. Kızlar ne şey? Ularga ne şey? Jaraysan. Gel koy bir tutan. Nadan çağırdı. Üstünde bir tasla. Bakay kelesi şoka tasla. Şakası manamdan. Biz aslında jarayız. Kızlar da koyuyor gidiyor. Ularga gidiyor. Qanday tanga qo'yamiz? Sen kattadan qo'shib jazib o'tiramiz. O'ta yaxshi. Bu ne deb ataladi bizga? Tenglik. Bechoqdan ne deb ataladi? Endi o'ta yaxshi. Al endi biz kelasi. O'rnak bilan sanni qo'llanib o'tirib, keyin sizga pastiramiz kerak. Qani qalay pastira olamiz? Mana shu yerga qaraymiz. Ularning ko'ylaklarini qo'shib ko'raylik. Jani qizlarning sonini qo'shaylik, ya. Ularda necha ko'ylak bor shunday? 2 ko'ylagi bor. Aslida ko'p ko'ylak, ko'p. 2 ming 4 dan qo'shilsa, al qizlarga necha? Şey, şanslı ko'raylik, ya. Qani kim jaza qo'yadi? O'sha yerda. Dimash kelayapti. Ya, senga endi bo'lsa, aslida janob o'rnakim aslida san jazasan aslida. Mana 2 ga aslidagi 4 ko'p tashkilda qo'shamiz. Qo'shamiz, solishtirmaymiz. 2 bilan qo'shilsin, qarashini bo'laylik. 2 bilan qo'shilsin. 2 bilan qo'shilsin, solishtiramiz. Sizlarga necha? 3 ya. 3. Aha. Endi kim solishtiradi? Tinggi hayal apa tu ada? Tinggi apa kan dia ada. Ya hayal apa kau dah? Iya. Begini dah. Sebelum ni apa ada? Tinggi apa? Tinggi sesuatu apa ada? Betul apa? Dah. Ane dah. Tinggi sebelumnya pasrah. Mesti kau kan? Iya ke? Sebelumnya kita saus dulu. Kandai sebelumnya kita pasrah alamas. Kita ni udah tinggi saus terpuri apa sudah berminyak. Alat ini sebelumnya pasrah. Kızlar genişi olursanız? 3 2 7
sari ko'ylakka bir jassurda bo'lsak, ya. Undan keyin ikki qizilga 4 ko'k kostyumda bo'lsak, kelib qo'yaylik. Bunday qog'oz berilgan. O'sha qog'ozga qarab o'tirib, mana shu yerda yana sanduqlarni solishtirib ketdik bolalar. Endi har turliklarni solishtirib ko'ring. Mana shu yerda Singdir ko'ylakka berilgan, mana shu yerda ko'ylakning o'rnidan singdir mana sanduqni bersam qo'yasizlar. Qanday qo'yasizlar? Har turlikni bir sanduq qo'ygan jo'qsizlar. O'zingiz o'ylab ko'ringiz, har o'rnidan bir sanduq qo'yib o'tirib, ma'ni tavib o'tirib solishtirib ko'rgan. Ham ketdik, o'rnaymiz. Hozir nega o'ylab qo'ydim tushuntiramiz. Masalan, bu suv yeydi deb bolalar. Qanday singdir bo'lsa, qanday misalni, mana keyin shunday adam o'tirib, o'g'an yeydi adam kelib qo'shildi. Endi men adam, ati pulama kim bo'laman? Ya, so'rani belgisi qo'yamiz, ya. Aqay, kelesini bizga topasiz. Mana buni o'rnida sanduq qo'ying. Durus. O'tib yaxshi. Senga durus bo'lmadimi? Qanday durus bo'lmadi senga? Qanday durus bo'ldi? Aslida durus bo'lmadi. Ammo yedi tushunib ko'ring, qani. Janob o'rnik bo'yicha nega qo'yib? Masalan, kelgan sanduq o'rnidan qo'yib ko'ring. Endi yerdan. Yerdan. Mana yerga an o'rnidan. Bir qo'yib ko'ring. 5 bo'ldi. Ammo yoqda 1 bo'ldi, ya, an o'rnidan. Sonda qayerga bo'ldi? Yega qo'su A6 bo'ldi. Mana yerga birda qo'ysa, mana yerga birda qo'ysa, yega 3 bo'ldi. Ya, yarmi bizga mana yerda 6 ekan. Endi buni o'rnidan solib ko'ring. Sal yezilgan bir sanduq qo'yib ko'ring, ya. Buni o'rnidan 6 qo'ysa, necha chiqdi bunaqasi? 9. Qanday bo'ldi? 3 chiqdi mana yerdan. 6 chiqdi. 7 qayerga bo'ladi? 6 sani ortib bo'ladi. Mana yerga 6 sanduq qo'yib ko'ring. Ikkining o'rnidan 6 ya. Mana yerga 6 qo'ysa, 3 bo'ladi ekan, ya'ni 6 bo'ladi ekan. Yaxshi. Ya. Shuni qanday topsam? O'tib yaxshi kelin shalaysiz. O'tib yaxshi. Endi o'rnimizdan turib qo'yaylik. O'rnimizdan turib qo'yaylik. Hozir biz siyib olaylik, ya, bolalar. Al. Bizim konuğumuz da olsun akşamüstü ya. Ya. Жақсы, илашын келесі тапсырмаға мүшейік, балалар өте жақсы жасадыңдар. Барыңыз, ал енді, иә, келесі тапсырмамызге топтық жұмыс екен балалар. Топтық жұмыста, болды, мыналарды қоясыңдар, сағаттарын қоясыңдар. Топтық жұмыста балалар, біз былай істейміз. Бірінші топ, бірінші қатар жиналамыздар, бір топ боламыз, мына жерге жиналамыздар. Берілген тапсырманы орындаймыз. Тапсырмада не берілген? Мынадай сендерге сурет берілген және астына өрнектер жазылған. Сендер суретке байланысты өрнекті таңдап, мәнін табасыңдар. Қай өрнек сәйкес келеді екен. Түсінікті ма? Кел, мына бірінші топ. Мына кел, екінші мына жерге жиналыңдар. Қазір үшінші қатар кел, мына жерге жиналыңдар. Екінші, үшінші қойып, жарайсыңдар. Біреу сөйлейтін адам қойыңдар да, қалғандарын орындап. Сөйлейтін ал, біреу ал. Қазір келіп. Қайым. Екінші. Қай өрнек сәйкес келеді? Болды, болды. Жақсы, отыра қойыңдар. Ал, қане келе қойыңдар. Бірінші топ, келе қойыңдар. Кел, аяла, келе қой. Келе қойыңдар. Ақан, қай өрнек сәйкес келді? Ең нешеге мәні? 3-ке тең. Өрнекті дұрыс белгіледік. Жарайсыңдар, бірінші топқа шапалағып қояйық. Жарайсыңдар, екінші топ. 3-тің қосындысы. Нешеге тең? 4-ке тең. Дұрыс өрнекті дұрыс белгіледі. Мәнін дұрыс тапқан, я? Қол шапалақтап қояйық.
Dürüst ya. Örnekte suretke baylanışlı dürüst oldu. Öte жақсы қол шапалақтап қояйық. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Мұғалім дұрыс жасайды. Я білесіңдер, я? Ал, ондай бойда, кәне. Жаңа тапсырманың астынан екі торбы тастап кетеміздер ма? Жаңа тапсырма. Мына екі торбы тастап кетеміздер ма? Ары шешіп. Thank you. Өте жақсы. Қане балалар, осыдан отыра алмайсыңдар, мен мына жерде естімайын деді қолданыңдар. Жарайсың. Өте жақсы. Өте жақсы. Қане болды балалар, енді 10 адамнан мынаны бізге. Теңге шығарып дейміз. Қоғаны көшіріп өтеміз, теңге. Теңге көшіріп өтеміз, ана тағы да ада келеді. Абай мен бірінші тұғыр. Өте жақсы. Жарайды, балалар, қане. Кім смайлер алып үріледі. Өте жақсы. Ал. Өте жақсы. Жарайсыздар. Бақта қалыңдапта қоя қоямыз. Жылдан бұрындап болғандар өте жақсы. Өте жақсы. Жарайсыздар. Енді олардағы балалар мынандай белгімен қазір мен айтқан сұраққа жауап беріп отырасың. Мына сұраққа қарап Наталья. Біз қандай белгіні қолданамыз? Теңсіздікті жазу үшін қандай белгіні қолданамыз? Теңсіздік. Шақырдан көрсетсе қайсы? Теңсіздікті белгілеу үшін біз қай таңбаны қолданамыз? Жарайсыңдар. Аты неке белгісін қолданады екенбіз, иә? Келесі. Біз теңдікті пайдалану үшін қай таңбаны қолданамыз? Теңдік. Өте жақсы. Бәріміз біледі екенбіз. Тең белгісін қолданады екен. Енді келесі тапсырманы жақсылап тыңдап отырыңдар. Азаматтың 3 қызыл мәшинесі бар, ал Серіктің 4 жасыл мәшинесі бар. Қандай белгіні қоямыз ортасынан? Азаматтың 3 қызыл мәшинесі, Серіктің 4 жасыл мәшинесі бар. Қандай белгі? Өте жақсы. Жарайсыңдар. Келесі. Гүлзираның жануарлар туралы 5 кітабы бар. Ал Сәуленің өсімдіктер туралы 5 кітабы бар. Ортасына қандай белгі қоямыз? Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Ал сонымен бүгінгі сабақта біз не білдік? Бүгінгі сабақта не білдіңдер? Теңдіктерді білдік, есептерді білдік, теңдіктерді білдік. Сосын қандай ұғыммен таныстық біз? Әріпті өрнектерді қайталадық, санды өрнектерді қайталадық және біз не істедік? Таңбаларды қайталадық. Одан кейін қандай ұғыммен, жаңа ұғыммен таныстық? Қандай ұғыммен таныстық? Мынаны неге қоямыз біз? Мына белгі қойса не деп атаймыз? Теңсіздік дейміз. Ал мына белгіні қойсақ теңдік деп атаймыз. Теңдік, теңсіздік деген ұғыммен біз бүгін таныстық. Балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақта өте жақсы танысқансыңдар. Бәрінен тапсырманы жақсы орындай алдыңдар. Және қосымша белгілен тапсырманы да орындадыңдар. Жұмыс тапсырманы да орындадыңдар. Өте жақсы қатысқан балалар бізде қосымша тапсырманы да барлығын қолданды. Смайликтерді барлығын тапсырмаларды алдыңдар. Дәптерге де өте жақсы жазыңдар. Жарайсыңдар балалар. Ал енді біз бүгінгі сабақ, егер балалар ұнайтын болса, бүгінгі сабақ біз өзімізді бағалап жүрейік. Сабақ ұнады, мен бәрін түсіндім десеңдер, баспалнақты жоғары көтереміз. Егер мен жолмен жатпай түсіндім, әлі де менің көп тапсырмалар орындауым керек десе, былай түсіндім. Егер мен түк түсінген жоқпын бүгінгі сабақтан десек, саусақты былай түсіреміз. Саянақ жөнді түсіндірді ме? Былай көтереміз ме? Қалай көтереміз? Өте жақсы. Саянақ ғана дұрыс түсінбеді ме? Жақсы. Бір оқушы дұрыс түсінбеді, қалғанымыздың барлығы дұрыс түсіндік деп есептейміз. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Ал біз бүгінгі сабағымызда балалар, математика сабағын балалар, бұдан кейін де ары қарай тағы да теңдігімізден тұрайық деген. Орнымыздан тұрамыз, Аллах аңды соғамыз, бір
Сабақты аяқталды. Қазір көбірден күшті. Рахмет.